қонақ күту. Сәлем, достарым. Сәлем, Жандос. Сендер қандай ойын ойнап жүрсіңдер? Мен қуыршағыммен ойнап, Қайсар батпырау ұшырып жүр. Жандос, Асхат қайда жүр екен, оны көрдің бе? Бүгін көрген жоқпын. Қазір келіп қалатын шығар. Сәлем, достарым. Қазір менің үйіме қонаққа келіңдер. Анам сендерге арнап тәтті торт пісірді. О, жарайды, Асхат. Жандос, Қайсар, Кәусар, қош келдіңдер. Асхат, неге бұлай деп айттың? Маған анам үйге қонақ келгенде, қош келдіңіздер деп айту керек деп үйретті. Асхат, дұрыс айтасың. Үйге қонақ келгенде солай айтамыз. Ал мен бұл сөзді грек тілінде де айталам. Калос орисате. Төрлетіңдер, достарым. Асхат, анаңның пісірген торты өте тәтті болыпты. Иә, маған да қатты ұнады. Ал маған құймақ қатты ұнады. Құймақ орыс халқының ұлттық тағамына жатады. О, Кәусар, сен осының бәрін қайдан білесің? Сонда ұлттық тағам деген не? Жандос, Қазақстанда көптеген ұлт өкілдері бар. Олардың әрқайсының ұлттық тағамы болады. Мысалы, қазақ халқында ет, бауырсақ, құрт сияқты ұлттық тағамдар бар болса, орыстарда түшпара, құймақ, бәліш деген тағамдар бар. Достар, біз көбелекті ұмытып кетіппіз ғой. Ол да торт жегісі келіп отырған шығар. Иә, ол да менің үйіме қонаққа келді ғой. Жүріңдер, оған да торт берейік. Иә, Кәусар, сен отыра бер. Біз көбелекке торт беріп келеміз. Қазір. Кәусар, сен сондай ақылды қыз екенсің. Сенің жасың нешеде? Менің жасым 5-те. Өскенде кім болғың келеді, Кәусар? Мен өскенде мұғалім болғым келеді. Жарайсың, Кәусар. Мұғалім болу үшін көп кітап оқу керек. Мен қазір жазуды үйреніп жүрмін. Барлық әріптерді де білем. Асхатжан, достарыңа дайындаған сыйлықтарыңды әкеле ғой. Жандос, мынау саған кеме. Қайсар, саған ұшақ. Ал саған, Кәусар, қуыршақ сыйлайым. Рахмет, Асхат. Рахмет. Мен бүгін достарымды қонаққа шақырдым. Оларды төрге жайғастырдым. Үйге келген қонақты жайғастыратын орын төр деп аталады. Достар, бүгін біз мына сөздерді үйрендік. Қонақ, гость, шақыру, приглашать, келу, приходить, прийти, төрлету, пройти на почетное место, жайғастыру, расположить, әңгімелесу, беседовать, сый көрсету, оказывать почести, беру, дать, риза болу, благодарить, быть благодарным, шығарып салу, провожать. Мен достарымды қонаққа шақырдым. Я пригласил друзей в гости. Достарым маған қонаққа келді. Друзья пришли ко мне в гости. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіз бе, қазыналы кітап? Қалдарың қалай? Жақсы. Балалар, біз ел болып еңсемізді жидақ. Тәуелсіздіктің арқасында бейбіт күн кешудеміз. Қазақ хандығына бүгінде 550 жыл толды. Осыған орай мен сендерге Қазақ хандығына еңбегі сіңген тағы бір хан Әбілмәмбет туралы айтып берем. Әбілмәмбет атақты
Тәуке ханның немересі, Болат ханның үлкен ұлы. Әбілмәмбет кішкентай кезінен әкесі Болаттың қасынан бір елі қалмай өседі. Бала Әбілмәмбеттің толысып, ой тоқтатуына атақты Төле би әсер еткен. Болат ханның қасында жүріп, 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін айтатын Төле бидің бейнесі бала Әбілмәмбетке әсер етеді. Содан да болар, ол есейе келе, ел ісіне ерте араласып, хандық таққа дейін көтерілді. Ол әрбір істе толғаныспен, ақылға салып, ұтымды шешім қабылдауға тырысатын. Достар, сау болыңдар. Рахмет, Асхат. Жандос, біз үйімізге келдік. Сау бол.